Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алла Тағалаға сансыз мадақтар, пайғамбарымыз саллаллаху салаваттар болсын. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз мұсылманның әйелі алдындағы міндеті. Жалпы міндет деген сөзге тоқталатын болсақ, құрметті жамағат, яғни Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху бір хадисінде айтады: сендердің барлықтарың жауаптысыңдар, сендерге жүктелген жауаптыларыңа ертең жауап бересіңдер дейді. Және бір хадисінде әйел адам ол ер адамның Алла Тағала жағынан алынған аманаты деп келеді. Ойлап отырсақ, қыз бала бұл дүниеге аманат ретінде бірінші әкесіне беріледі екен. Ал сол аманатты қиянат жасамай, оны өсіріп, тәрбиелеп, күйеу баласына тапсырып береді екен. Ал күйеу баласы қиямет күніне дейін сол аманатына қиянат жасамайым деген сондай сезімде болады екен. Сондықтан әйел адам ол Алла Тағаланың аманаты деп қабылдауымыз керек екен. Муауия ибн Хайда радиаллаху анху жеткізген бір хадисте айтады: бір күні мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрадым дейді. Я Расулаллах, ер адамның әйелі алдындағы міндеті не деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай жауап берді дейді: ер адамның әйелі алдындағы міндеті біріншіден өзінің тамақтандырған нәрсесін тамақтандыру дейді. Екіншісі өзінің киінген нәрсесінен киіндіру дейді. Үшіншісі оған қол көтермеу, жақсы қарым-қатынаста болу дейді. Егерде екеуінің арасында кикілжің болып бөлек жатқан жағдайда оны ешкімге сыртқа шығармау керек үйінен дейді. Сондықтан Алла Тағала баршамыздың өз міндеттерімізді орнымен атқаруды Алла Тағала нәсіп етсін.